Руслан мырза, мына бізде көбінесе теріс ағымға кетіп қалып жатқандардың және басқалардың айтатын уәждері ислам діні қазақ халқына салт дәстүріне келмейді, болмаса тағы бір жағдайларды айтып жатады да, оның кейбір жерлері жаңағындай аллаға серік қосу, ширк деген келеді, сондықтан таза ислам ұстану керек деген пікір айтады да. Сол жағынан келгенде салт пен дәстүр біздің сабақтастық қандай қазақ халқында? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Уассалату вассаламу аля хайри халқиллах ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ва ба'д. Рабби ишрах ли садри ва яссир ли амри ваhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Біріншіден, біз мына нәрсені түсініп алуымыз керек. Жалпы ислам діні өте таза дін. Алланың құзырында, Алла өзі Құранда айтқандай, Алланың құзырында қабыл болатын дін ислам. Сол ислам дінімен біздің ата дәстүріміз, салтымыз негізінен біте қайнасқан. Ешқандай да ол бір екі бөлек нәрсе, немесе салтымыз, дәстүріміз ол бұрынғының жұрнағы адамдарды ғафлетке шақыратын бір жүйе деп түсінуге болмайды. Ислам дінімен шынымен біздің салт дәстүріміз өте біте қайнасып кеткен нәрсе. Дәстүріміздегі бар нәрсені, кез келген нәрсені біз діннен де табамыз. Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерді оған дәлел, оны мысалға да келтіруге болады. Шындығында да Алла Тағала ұлтты жаратқан кезде өзі Құранда айтты, білесіздер, біз ұлт пен ұлыстарды бір-бірін тану үшін жараттық дейді. Сондықтан біз кез келген басқа ұлтты тану үшін, олармен араласу үшін, оларды олардың дәстүрлері арқылы, ұстанып жүрген салт, әдет-ғұрыптар арқылы танимыз. Солай араласып, тану арқылы, Алла Құранда айтқандай, тануларың үшін жараттық дейді. Міне дәл сол арқылы салт, дәстүр, әдет-ғұрып арқылы танимыз. Ғұрып, әдет деген нәрсе, тіпті кейбір ислам ғалымдары шариғи дәлелге де алуға болады деп айтқан. Әрине ең бірінші дәлелде ол Алланың сөзі Құран. Бір үкім алу үшін біз Құранға қараймыз. Қандай да бір жағдайға түсіп қалатын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не айтты бұл жайында? Одан кейін ақуал сахабалардың алтын ғасырда өмір сүрген ғалым табиғиндер не айтты бұл жайында? Одан кейін барып қарап тұрсақ, әдет ғұрыпқа да қарауға болады. Қазақтың, жалпы біздің әдет ғұрып, дәстүр, айттық жаңа дінмен өте қайнасқан. Ол тек қана бізде халықта, қазақ халқында емес, кез келген халықта да өзінің ұстанатын әдет ғұрпы бар. Тіпті мына ислам арабтарға келмей тұрып, арабтардың өзінің де ұстанып жүрген әдет ғұрыптары болған. Әрине озығы да болған, тозығы да болған, дінге қайшысы да болған. Бірақ біз мына деректерден білеміз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына айтқан сөзі бар: ей, бәленше, сен исламға дейін ұстанған дәстүріңді, жақсылығыңды, сауапты амалдарыңды ислам келгеннен кейін де ары қарай жалғастыра бер деп айтқан деректерді табамыз. Демек, шындығында да арабтарда көбінесе біз тарих беттерінен жаман әдет ғұрыптардың тозығын тауып жатамыз. Арабтар кезінде надандықта ұшыраған, қыз балаларын тірідей көмген деген сияқты. Бірақ мына бір деректерде, мына бір сөздерден біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның мына сөздерінен шындығында да арабтарда да жақсы дәстүр, әдет ғұрыптарда болғанын табамыз. Сол секілді біздің де қазақта жалпы сөз бар ғой: 6 жыл аш болсаң да атаңның салтын ұмытпа деген бар. Сондықтан мына біздің салтымыз, әдет ғұрпымыз дінге ешқандай да бір қайшы емес. Себебі қандай да бір тіпті одан да артық айтуға болады. Тіпті мына халқымыздың ұстанып жүрген әдет ғұрпы көбісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінен алынған нәрсе, шариғаттан алынған нәрсе. Тіпті мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тамақ ішіп жеу әдебіне қатысты хадистердің бабын ашатын болсақ, оның баршасы қазақтың дәстүрінде бар нәрсе. Қарапайым бір мысал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: тамақ ішіп жеген кезде міндетті түрде Алланың есімін атаңдар, оң қолдарыңызбен жеңдер,
және өздеріңіздің алдағы нәрсеңізді жеп басқа адамның алдына қарай қолдарыңызды созбаңдар дейді. Немесе бір тамақ ішіп жатқан кезде бір түйір нан тамақтың бір түйірі жерге түсіп қалған кезде оны апарып тастамаңдар, көтеріп үрлеп қайтадан жеңіздер, себебі тамақтың қай бір бөлігінде береке бар екенін білмейсіңдер деген хадистер көп. Оны қарап тұрсақ, баяғыда дәстүрімізде біте қайда асып кеткен нәрсе. Ол деген шындығында бұрынғы ата-бабаларымыз осы хадисті баршасын білген, бірақ балаларына, немерелеріне, жалпы ұрпақтарына осы қазақи дәстүр арқылы, қазақи әңгіме арқылы, қазақша айтқанда жаман болады деп арқылы ғана пайғамбар саллаллаху хадистерін осы ұрпақ немерелеріне сіңдірген. Тағы бір мынандай айтып жатады да, ислам діні қазақ даласына келгенде дейді, сол жаңағы 7-8 ғасырларда сонда айтады, адамгершілік тұрғысынан алған кезде барлық салт дәстүр керемет болған соңда қазақтар жаңа түркі тектес халықтар сол исламды жеңіл қабылдаған дейді. Сол қаншалықты рас? Енді оны тарихшылар жақсы біледі бізден қарағанда, бірақ негізі шындығында да көбісінің айтатыны жеңіл қабылдады дінді, себебі ұстанып жүрген өмірде ұстанып жүрген әдет-ғұрыптары, дәстүрлері ешқандай алып келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары, жалпы мұсылмандар алып келген дінді ешқандай көп қарама-қайшылық болмағаннан кейін еркін қабылдады. Былайша айтқанда, міне мынау біздің күтіп жүрген нәрсе деген сияқты пікір болды дейді кейбір ғалымдар. Себебі расында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көптеген хадистері, жаңағы мысал келтіруге болады, көптеген хадис шәріп ұстанып жүрген біздің дәстүріміздің көбісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінен алынған. Жаңағы мысалы жалғастыратын болсақ, бізде де кішкентай кезімізде білесіз, кез келгендеріңіз үйде де жалпы салт дәстүр бойынша кішкентай бір тамақ ішіп жатқан кезде бір бөлігі тамақтың жерге түсіп қалатын болса, оны апарып торағайларға тастаңдар. Обал болмасын деп мектеп қабырғасында да кішкентай кезімізде білеміз, Ахмет Байтұрсынов атамыздың өлеңдерінде де айтылған, нан қоқымын шаспаңдар, желде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп торғайларға тастаңдар деген мысалы қара өлеңдерде де көп мысалы ондай. Соны біз ешқайсымыздың есімізде жоқ. Ана қоқымды алып жуындыға барып таста, немесе таста, енді жейме, тиіспе, керісінше үрлеп, тазалап, қайтадан жеп қой деп бізді мәселен ата-аналарымыз, ата-әжелеріміз осылай үйреткен. Бүгінгі күні оның баршасы қарап тұрса, хадис кітаптарын ашсақ, хадистің баршасында сол нәрсе тұнып тұр екен. Сондықтан біте қайнасқан деп бекер айтпаған. Сол секілді қарапайым тағы да бір мысал, қазақта жалпы білесіздер, шариғатта адам өз-өзіне қол жұмсаса, өте ауыр күнә. Адам өз-өзіне қол жұмсаса, өте ауыр күнә. Тіпті кейбір ғалымдарымыз ол кісілердің соңғы сапарға, ақтық сапарға жаназа намазын оқымауға бұйырады, жаназасын шығармауға бұйырады. Кейбір біздің жалпы ханафи мазхабында рұқсат еткен. Ал мынау әсіресе мына Қазақстанның солтүстік өңірінде мына нәрсе қатты ұстанған. Егер адам өзіне қол жұмсап қайтыс болатын болса, асылып қайтысқан болса, қысқаша ол кісінің жаназасын шығармай, немесе жерлеген кезде зираттың анау бір шетіне жерлеп, жеке жерлеп, себебі егер зиратқа мазарға адамдар кірген бетте бірден адам жеке жатыр, себебі өзіне қол жұмсады деп жүректерінде қорқыныш ұялайды. Демек, қол жұмсап өзіне өте ауыр күнә, тіпті жаназасы да шығармай қалды. Жерленген жерде жеке жерленді. Біздің қарап тұрсаңыздар, дәстүрімізде қазақ халқында осындай ұстанатын нәрсе бар. Өте ауыр күнә деген нәрсені міне осылай халыққа жеткізген. Енді қазіргі кезге ауыссақ, мысалы, қазір мүфтият тарапынан да, мысалы, бас мүфтидің дін мен дәстүр туралы бір кітап шықты, иә? Қазір соған бір аса маңызды көңіл бөлініп жатқан сияқты менің ойымша. Жаңағы дәстүрден де алыстамауымыз керек, сонымен қатар негізінде жалпы дінді ұстанған кезде де осыны ескере отыру керек деп. Осы жағынан алған кезде мүфтият тарапынан, діни басқарма тарапынан тағы қандай жұмыстар атқарылып жатыр, мысалы, халыққа түсіндіру жағынан?
муфти хазіретіміздің айтқан бір сөзі бар. Дін мен дәстүр егіз ұғым деген айтқан сөзі бар. Шынында дін мен дәстүр егіз ұғым, ажырамас бір-бірінен ажырамайтын бір бөліктер. Себебі жалпы дін деген не дегенде ғалымдарымыз сондай бір қағида берген. Дін деген әрбір ақыл иесін, әрбір адамды деген сөз нағыз екі дүниеде де нағыз бір бақытқа жеткізетін бір иләһи, Алладан келген бір иләһи жүйе. Ұлт дәстүр дегеніміз белгілі бір ұлттың, халықтың жер бетінде адам болып қалыптасуы, және де өзінің әдет-ғұрыптарымен қалыптасуы. Міне сол екеуі, екі ұлы ұғым, екеуі егіз ұғым, біте қайнасып кеткен ұғым. Сіз білесіздер, баршаңыз 2013 жылдан бері жалпы Қазақстанда муфти хазіретіміз дін мен дәстүр жылы деп белгілеген болатын. Екінші жыл тағы да созылды. Дін мен дәстүр деген муфти хазіретіміздің кітабы да шығып жатыр. Оның ішінде арасында да ашып қарап оқысаңыздар, көптеген қазақ ойшылдардың, қазақ бұрынғы ғұламаларының, Абай атамызды алсақ та, бүкіл дінге қатысты өлеңдер жинағы жазылған. Тіпті бұл өлеңдерде кезінде мүмкін енді Совет үкіметтің қылышынан қан тамып тұрған заманда хадис айту, Құран айту қиын болғандықтан көп қазақтың ойшылдары, ғалымдары оны қара өлеңмен жеткізген өте көп. Тіпті қазақтың текті сөзі терме дейді. Сол термелерден де қарап тұрсаңыздар, айтып жатқан дүниенің баршасы тұнып тұрған шариғат, тұнып тұрған пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сөзі. Ол енді қарап тұрсақ, кешегі Совет үкіметінде хадис, Құран айту айтпақ түгіл енді оны басқаға жеткізу өте сондай қиын заман болды. Сондықтан оны бүкіл қазақ ойшылдары, ғалымдары, ақындары оны осылай қара өлеңменен, термеменен халыққа жеткізіп отырған. Олар сол арқылы өздері өмірлеріне сіңіріп, салт дәстүріне енгізіп, солай ұстанған. Оны былайша айтқанда, шындығында дін мен дәстүр өте егіз ұғым. Муфти хазіретіміз айтқандай, алдағы уақытта да қазір діни басқармадан өте көп фәтуалар шығып жатыр, өте көп жаңағыдай кітаптар шығып жатыр. Соның ішіндегі осы дін мен дәстүрдің екінші бөлігі де бар. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, жалпы Қазақстандағы барша имамдар халықты осы дәстүрді бекем ұстануға шақырады. Себебі иншалла дәстүрді ұстансақ, ол кейбір мына өкінішке орай мына жерде айта кететін нәрсе бар. Теріс ағымда жүрген, теріс ағымның немесе сойылын соғып жүрген жас азаматтар бар. Бұлайға бізді мысалға келтіреді. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді алып келген кезде арабтар да өйстіп айтатын дейді. Біздің ұстанып келген ата-бабаларымыздың жолын бұзбайық, осылай ұстанайық деп пайғамбарымызға арабтардың өзі солай айтты дейді. Дәстүрімізді ұстанайық, аталарымыздың жолын ұстанайық. Бізді міне бүгін имамдар да осыған шақырып жатыр деп айтады. Шындығында ол жерде қарап тұрсақ, арабтардың о замандағы дәстүрі, ата-бабаларының жолы ол мүшриктер болған, Құдайға серік қосқан, пұтқа табынған. Ол енді Меккенің, Мединаның қақ ортасында пұттар болған, соларға табынған, солардан тілеген, сұраған. Былайша айтқанда, ол енді олардың дәстүрінің тозығы. Исламға дейінгі дәуір. Исламға дейінгі дәуірде. Олар енді бүгінгі енді басқа ағымдардың, теріс ағымдардың сойылын соғып жүрген біздің қазақ азаматтарды, бұны Қазақстанның имамдары немесе әке шешелеріміз біздерді осыған шақырып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам одан тыйған деп. Бізді қарап тұрсақ, Құдайға серік қосуға Алла сақтасын. Немесе күнәға ешкімді шақырып жатқанымыз жоқ. Керісінше біздің дәстүріміз егер де ұстансақ, анау бар дінге, таза дінге, ислам дініне барып келіп тіреледі. Себебі біздің дәстүрімізді қарап тұрсаңыз, көрші ақысы, тәңір ақысы деген нәрсе бар. Көршің аш жатса, өзің тойып жатпа деген нәрсе. Оның баршасы қарап тұрсақ, шариғаттан алынған, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сөзінен алынған нәрсе. Сосын ата-анаға аса құрмет, ата-анаң жынды болса байлап бақ деген қазақта ұғым бар, білесіздер.
оның баршасы пайғамбар саллаллаху қарап тұрсақ сөзінде де жазылған. Ата ананың разылығынсыз баланың разылығы болмайды, ешбір жолы болмайды деп айтады. Оның да қарап тұрсақ хадис шарифте бүкілін табуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім қартайған шағында ата анасын бағып қағу арқылы жәннатқа кіре алмаса, ондай адам мұрнымен жер сүзсін, яғни бұл дүниеде қор болып өтсін дейді. Пайғамбар саллаллаху сол адамға әмин деп айтты. Міне ол қарап тұрсақ, қазақтың біздің дәстүрімізде өте оңай табылатын нәрсе, ата ананың жынды болса да байлап бақ деген нәрсе бар. Бүгінгі күні енді өкінішке орай ата ана кішкене кәртайып, дәрменсіздік ұшыраған кезде болмай барып, енді қарттар үйіне тапсырып жатады, өкінішке орай. Кейбір адамдар айтады, ол енді бүгінгі заманда көрші Ресейдің шешен ұлттарында жоқ екен, Дагестанда жоқ екен мүлдем қарттар үйі. Бізде де кезінде ол атауы болған емес, ататылса үркейтін нәрсе болған кезінде. Өкінішке орай қазіргі заманда пайда болып жатыр. Алла нәсіп қылса, ол да иншалла есіктері жабылып болды. Әрбір қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Әрбір қарт ата ана үйінде орын тауып, бала шаға немересіменен бақытты болады деп иншалла үміттенеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы айттық, бір мысал келтірдік. Сол секілді көптеген хадистері біздің ата дәстүрімізден, ғұрпымыздан табуға болады. Жаңағы айтқандай, 6 жыл аш болсаң да атаңның салтын ұмытпа деген осы қағиданы ұстану керек. Себебі мынау теріс ағымда жүрген өкінішке орай жастардың сондай өте қате қадамға барғаны, ата анасының разылығын алмайды. Ата анасы, Алла сақтасын, оны естіп те көріп те жүрміз. Оқымаса, намаз оқымаса кәпір, дәрет ғұсылы болмаса оның қолынан тамақ ішпей, тамағында тартып қайтарып жатқан өкінішке орай жастарды кездесіп жатамыз. Олардың мен айтайын дегенім, отпен ойнап жатыр. Ата ананың разылығы ол үлкен нәрсе. Ата ананың, Алла сақтасын, қарғысына ұшырап қалған бала екі дүниеде де ол бала оңбайды. Сондықтан дәстүріміз қате пікір, дәстүріміз бұрын ғафлетке шақырады, ескінің қалдығы деп ойлауға қате пікірде болуға болмайды. Яғни біздің қазақ халқының салт дәстүрін жақсы білген адам, яғни шариғаттан да алыс кетпейді дейсіз ғой. Дәл адамгершілік жағынан алып қарағанда бұл екеуі бірақ мағына болып тұрға айналдырып келгені жаңа. Айналып келгенде, сайып келгенде бір мағына. Әрине, бірақ енді біз бірінші орынға әрине шариғатты қоямыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи сөзі, Алланың кәламы Құранды, алтын ғасырда сахаба табиғиндердің сөзін қоямыз. Одан кейін барып дәстүрге барып қараймыз. Егер шындығында да дәстүрде енді сүннетке, Құранға қайшы бір нәрсе табылып жататын болса, онда оны қабылдамаймыз. Ал енді көбінесе біздің салт дәстүріміз ешқандай да қайшылығы жоқ, керісінше өте қайнасып кеткен, шариғаттан табылатын нәрселер. Көп рахмет сізге. Алла разы болсын.